Енді 4-ші қиылыста да иттер көп. Сіз арыз жазыңыз, сосын барып біз қабылдаймыз деді. Біз оған ештеңе тындыра алмаймыз деді. Бұл кісілер. Если ертең баламды да қуалаған сабақтан келе жатқанда. Ауыл әкіміне мен былтыр кірген бұл кісіге айтқам. Біздің көше лай көше. Жаңағы мына жақта біз кейде әдемі жауап береміз ғой, халыққа бәрін қызмет жасап жатырмыз, жоспарды орындап жатырмыз. Бірақ қарапайым халыққа ол жетпеуі мүмкін. Қазір бір азаматпен осы айтып жатырмыз. Неге екі үй ит жүреді дейді, соны сіздер де бәріңіз біле тұра, соны ауламайсыздар, неге ауламайсыз? Өтініш келіп айтты ма, звондады ма, қандай да шұғыл мәселе келіп түсті ма, шұғыл әрекет жасайды. Сөз бар? Кеше еп қошқанын жоқ қойды айттым ғой сізге. Келгенде айтып қойдым. Давайте кімді шақырма, облыста көтеретін жұмыс боласында. Істемейді ма жұмыстан болса? Сөз бар? Ондай мысал керек емес. Егер болмайды ма, біз облыста көтеретін. Бір 2 ай істеді балдар. Қазды. Не болады бұл дегенде парк болады деді. Бірақ парктар бойынша, марктар бойынша сол қалды. Бірақ көп ақша бөлінді, көп ақша істелді. Бірақ нәтиже жоқ, парк жоқ, не жоқ, бірақ скважина тұр. Қазған. Ол жерге ешқандай парк түспейді. Нақты айтайын сізге. Манера қылып қойсаңызшы, біреу-біреу. Так, былай. Қазақша сөйлеп жатыр ма, түсініп тұр ғой. Мен сұрақ қоймай отырсыз ба, сіз қазір айтып жатқан сияқты біреу-біреу қойсаңызшы. Ақмонша, сәл созылып, асықпай қоятын сұрақтарды оның бәрін білеміз. Жаңағы, бірақ қойып жатқан сұрақтар орынды. Енді ол қажет дүние болғаннан кейін айтып жатқан шығар. Жаңағыдай. Сондықтан ондай мәселелеріңіз болса, маған жеке қабылдауға, қалып, асықпай, созылып, асықпай айтуға болады.